Баршаңызға сәлем қыздар, біз сіздермен бүгін осындай лимонный печенье әзірлейтін боламыз. Құрамы өте жеңіл және жасалуы да өте оңай, бірақ дәмі деген керемет және жұмсақ болатын лимонный осындай печеньені жасайтын боламыз. Егер де сіздерге менің каналымда видеоларым ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, қазақша каналдың дамуына үлес қосуларыңызды өтінемін. Және де менің барлық видеоларымды көріп, маған көмектессеңіздер екен деген өтінішім бар. Ал ендеше біз осы лимонный печеньемізді әзірлейтін боламыз. Сіздерге дәл осындай печеньенің әлі 6 түрін көрсететін боламыз. Сондықтан менің каналымды жіберіп алмаңыз. Ендеше бізге керегі ең алдымен осындай сары май 70%-дан жоғары болуы қажет міндетті түрде, және бөлме температурасында болуы қажет. Бізде арзан маргарин майлар бізге болмайды. Сондықтан міндетті түрде осындай 70%-дан жоғары жақсы сапалы май алыңыздар. Кішкене езіп жібереміз осылай венчиктің көмегіменен. Менде кішкене еруі шамалы кішкене тұрып қалды, ерімей қалды онша, бірақ сонда да болады. Мінекей шекерімізді салып, екеуін тағы кішкене араластырамыз. Бізге ешқандай миксердің көмегі қажет жоқ. Осылай тек қана басын біріктіріп араластырсақ болғаны. Осылай жақсылап кішкене араластырып жібереміз майымыз бен шекерімізді. Сонан соң бізде заттарымыз бөлме температурасында болу қажет, әсіресе жұмыртқамыз. Мінекей сыбыр категориясында 2 жұмыртқа. Енді осы үшеуін жақсылап кішкене түсі ағарғанша жақсылап тұрып араластырып алыңыздар. Сосын кейін қыздар, мына майымызды, менде қарасаңыздар, майларыңызды міндетті түрде алдын ала шығарып қойыңыздар. Сол кезде сіздерге жеңілдірек болады және венчиктеріңізге жабыспайтын болады. Мінекей қараңыздаршы, түсі де келіп қалды, осындай болып шығады. Түсі негізі бізде печеньеміздің сарғыштау болады. Осылай жақсылап араластырыңыздар. Мысалға миксер пайдаланбаңыздар қыздар, сіздерге айтатыным. Қатты ұрып тастауға да болмайды бұл печеньені. Сондықтан міндетті түрде осындай ручной венчикпенен осылай араластыра беріңіздер. Еш нәрсе де қылмайды. Ең бастысы бастары бірігіп араласса болғаны. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғанда енді болып қалды. Кішкене қоюлығы келді, яғни бір массаға келді. Енді бізге керегі лимон. Лимон, кез келген бір ұштық лимонды алыңыздар. Осы лимонымызды енді үкіштен өткізіп, цедрасын осылай үкіштің майда көзіменен өткізіп аламыз. Барлық жерін өткізіп алыңыздар. Лимонды толықтай сыртының барлығын, тым қатты үлкен емес, кішірегі, орташасы жарай береді. Мінекей мен осылай барлығын өткізіп алдым, сыртында цедрасының барлығын алдым. Бізге енді бұл енді цедрасын қосқаннан кейін сіздерде бар ғой, ерекше енді иісі де ерекше болады, дәмі де ерекше болады, кәдімгі лимонның дәмі бұрқырап тұратын болады. Өте керемет болады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Мінекей енді лимонымызды қойып қоямыз. Осыны енді бір араластырып жібереміз арасына. Цедрас араласып кетті бізде. Мінекей енді лимонымызды енді столымыздың үстіне кішкене осылай ары бері аунатып, ішін босатып аламыз. Бізге енді ішінде соғы қажет болады. Сондықтан осылай кішкене бір 5 минуттай осылай уқалап жесеңіздер әдемі болады. Енді ортасынан кесіп, бізде 15-20 граммдай шығады осы бір лимонымыздың суы. Сондықтан осылай енді лимонымызды сығып, соғын құйып аламыз. Бұл ары қарай да біздің печеньеміздің дәмін келтіру үшін қосылады. Сондықтан міндетті түрде осылай жасап алыңыздар. Осыдан кейін тағы да жақсылап тұрып араластыратын боламыз венчиктің көмегіменен. Мінекей қазірдің өзінде иісі деген аңқып әдемі болып тұр. Енді бізге келесі кезекте ұн қажет, және ұнға разрыхителімізді қосып, кішкене араластырып жіберсек болады. Разрыхителмен ұнды сонан соң барып 3-4 бөлікке бөле отырып, осы ұнымызды жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Жаңа айтқанда ешқандай миксердің қажет жоқ, не венчиктің көмегімен, ары қарай лопатканың көмегімен жұмыс жасасақ та болады қыздар.
бізде кәдімгі қоймалжың масса шығатын болады. Қыздар міндетті түрде барлығын таразбен өлшеп болып жасаңыздар. Себебі таразбен өлшемей көз жобамен жасаған выпечкалар ешқашанда дұрыс шықпайды. Осы қағиданы біліңіздер. Міндетті түрде өлшеп жасау керек. Мен осының барлығының қазір рецептісін описанияға жазып қоямын. Сол жерден көресіздер. Описанияда барлығы жазылып тұрады міндетті түрде. Астында еще деп бассаңыздар, сол жерден шығатын болады. Енді мінекей бізде барлық ұнымыз кетті. Бізде 1 келкі масса шықты мінекей. Енді бетін жауып, пленкамен, пищевоймен жауып қоямыз. Дәл осы қалпында біз 3 сағатқа тоңазытқышқа жібереміз. 3 сағатқа дейін бізде әдемі болып көтерілуі үшін міндетті түрде қоямыз. Тез асығып жасай салудың қажеті жоқ. Асықпаған кезіңізде бір осылай жасап, холодильникке салып қойсаңыз, кез келген уақытта ашып жасай беретін боласыздар. Мінекей, енді мен қазір 3 сағаттан кейін тоңазытқыштан алдым. Бізде тесто өте қазір жұмсақ болып, үйренуге өте жақсы болып тұр, ыңғайлы болып тұр. Біз бір ыдысымызға сахарный пудрамызды салып аламыз. Сонан соң осындай кішкене бөліктерге бөліп, барлығын барынша бірдей етуге тырысыңыздар. Дәл осылай шарик етіп домалақтап алып, мінекей сахарный пудрамыздың ішіне салып, осылай сыртын барлығын аунататын боламыз. Барлық жағына жеткізуіміз керек. Сол кезде бізде қалыңдау етіп жағуға тырысыңыздар мүмкіндігінше. Сол кезде бізде трещиналар әдемі болып көрінетін болады. Сондықтан міндетті түрде дәл осылай барынша қалыңдау етіп сахарный пудраны жағып шығыңыздар. Мінекей енді бір жобамен 33-35 грамм жобасында осылай домалақтап аласыздар. Мен барлығын осылай бірдей етіп домалақтап алдым және пергамент қағазын төсеп табамызға қойған кезде арасын барынша алшықтау етіңіздер. Себебі бізде бұл газ пешке барған соң көтеріледі және жайылатын болады. Сондықтан сол кезде бір-біріне тиіп қалмас үшін міндетті түрде арасын алшақтау етіп жайып шығыңыздар, қойып шығыңыздар яғни. Мінекей осылай сахарный пудраға мен аунатып алдым барлығын. Барлығын барынша міндетті түрде бірдей етуге тырыстым. Дәл осылай сахарный пудрамызға жақсылап аунатып қойып 170 градуста 15-20 минутқа пісіріп алыңыздар. Бізде пеште бұл печеньелеріміз көтерілетін болады, әдемі болып көтеріледі және де ешқандай қатты болмайды, жұмсақ болып пісетін болады. Бұны кез келгеніңіз жасай аласыздар. Сіздерге артық бір миксердің де еш нәрсенің де қажеті жоқ. Тек осы заттарыңыз болса болғаны, үйде балаларыңызға таңғы асқа пісіріп берсеңіздер, сүйсініп тұрып жейтін болады. Әсіресе лимонды жақсы көретін балдарға бұл сүйікті печеньелері болады. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер қыздар. Баршаңызға іске сәт. Менің каналымды жібермей қарап отырыңыздар. Сіздерге күн сайын, апта сайын сіздерге жап-жаңа рецепттер салып отыратын боламын және барлығы да сіздер үшін пайдалы болады деген сенімдемін. Және де сіздер 990 теңгеден сатып алып жүрген рецептлерді мен сіздерге осы жерде теп-тегін беретін боламын. Сондықтан міндетті түрде менің каналыма жазылып, мені қолдап жүрсеңіздер екен деймін. Себебі қазақша каналдың дамуы үшін бұл сіздің үлес қосқаныңыз болды деп есептейтін боламын. Алдын ала баршаңызға рахмет айтатын боламын. Мінекей, енді пешімізге жібердік. Біз 170 градуста 20 минутқа пісіріп алдық. Мінекей қараңыздар, қандай әдемі, нәзік және басқан кезде жұп-жұмсақ, тіпті арасының өзі жұп-жұмсақ болып тұрады. Ешқандай қатпайды, қатты болмайды. Сондықтан міндетті түрде жасаңыздар. Баршаңызға іске сәт қыздар.